Кесіп қыз алысқан құдалар, бауыр жеген ұн жабысқан құдалар, шақайып қарсылардың құдалар, ортамызда биле құдалар, ажырамас туыс болған По-летнему. сыйласып сырласатында құдалар. Пойди, Данечка. Даниш, давай. Sen ağıl sırasan de turganday ay, Kayına kaçmayırsan de turganday ay. Gülü ayın kızlara ne kılayın ay, Kıraldım da günümde sen turganday ay. Sensiz turgan ay, orta turgan ay, Aynalayın gözlerin aşık çıkkan ay. Ezatlarım ay, şeyjatlarım ay, Şeyjatçıram avda kepjatlarım ay. Karagaylo birinde karagaylo ay, Karagaylo tomsulka karagaylo ay. Kömüşe basmasın bugün toyda ay, Elleri kara oturgan karagaylo ay. Seni sungan ay, otla turgan ay, Aynalayın gözlerin aşıp çıkkan ay. Ezatlarım ay, şeyjatlarım ay, Kudam olup avluba kepjatlarım ay. Ortaga şey oturup gerçek kaldılar bilekler. Yerişinin gençler Kasamısın kız görgen kulağım olay. Şirketimin ket suğa keldik beymanay. Sensiz tutmanay, otta tırmanay. Aynalayın gözümden aşır zırmanay. Ezatlarım ay, şeyjatlarım ay. Kutlu olsun kadamların kemşatkanın ay. Al kudalar hoş geldinizler. De ben şimdi uşağım ne beni. Assalamu aleyküm olsun. Oradan abi olsun. Ya hoş geldinizler. Jeneratör жетісуімізге kız verdingizler. Mertebeleriniz жоғары olsun. Енді Allah razı olsun. Siz mine жолдан келдіңіздер, ауыз тиіңіздер. Қазір ғана сауды ғана тиген жүріңіздер. Temizle mi lan? Açanda қой сойып жатырмыз. Bez bulak. Öldürsün dedim bulağım. Қасиетті жетісу. Koy. Сізде жатасың шығар, біз жақта сондай еді. Сізде келеді қарындар Құдашалар, құдағилар жүріңіздер. Аға түспей ма не? Көпір местный ма? А ол кісі ораза айтпақшы. Біз Еш қолыңды қалың. аттан қиды әке. Қой ана қорқақ. Асиресі өзіңсің. Құдаларыңыз осы жігіт. Kudalar törlet. Қайда ағаларыңыз? Тағы да başlaymadı. Ay assalamu aleyküm tektilerim. Şap. Basın жетісуға кептіредім. Hey армасын төрде шыққан құдаларым сөздерінен қуат алып кеткен едім. Алыстан ат терлетіп жетісуға Шымкент жақтан құдалары жеткен екен. Арайлап таны атқан қой, қызыққа ағайын батқан қой. Аразда келген құдаға шапалағы бар ма екен қақпайын екен. Ей осындай балаларды қызысып жатпайды екен. Шымыр деген ауыл бар. Көкжазыққа әрі келетін, жақсылыққа енетін, жер жанаты жетісудың қызығын көретін деп. Қош келдіңіздер Тараз қаласынан жер жанаты жетісуға деп қояқ. Енді 2000 жыл тарихы бар санау Тараздан. Енді айта қызбен қойдың тамадан жөбейтін жер жоқ деп енді. Сіздер кеп қалдыңыздар енді. Судан қойып кішкене. Енді қымыздан. Оразасыздар ма бәріңіз? Жоқ. Рабочийсіздер. Бәрімізді ашып жатырмыз. Енді ана сәуле құдағиларыңыздың несі мені, қымызы. Екі бие, 5 бие. Иә. Жаңағы Нұрсұлтанның әкесі мен боламын. Енді мына жерде мінекей. Осы жерде бір кішкене келгеншелерді таныстырып дегеніміз ғой. Марат аға. Марат аға деген мына кіші әкесі, мына нағашы. Нұрсұлтанның нағашы ағасы. Былайша айтқанда сәуленің үлкен ағасы. Кіші әкесі. Жолғасы мінекей. Төлеғайша апайымыз. Шолпан апай жеңгесі. Құдағиларымыздың жеңгесі. Құдағиларымыздың жеңгесі. Сәлима апайды туған
апайы. Аягөзден келіп отыр, мына Алматыдан келіп отыр. Әсет. Иә, жаңағы сәулеміз марқұм болып кетті. Ағасы болған Қанат деген, жолдасым Сұлтан Атай, ұлы Әсет орнына тұрған келіп отырмын. Одан кейін мына қаттырақ мына Раушан Ресмина деген енді өзіміз бірге істедік, осы жерде бірге әріптес болдық. Бұл жаңағы Нұрсұлтанның анасы. Одан кейін мына жерде менің інім Еркін деген Аягөз қаласынан келіп отыр. Аягөз қаласынан келіп отыр. Қарындасы Ақерке деген. Айтып кет. Аягөзден келгендер былай тұра алады. Сол қалғаны сол жақтан кетсін. Ал біз өз жағымызды таныстырып өтсек, мынау сіздердің бел құдаңыз, менің інім бауырым. Әсеттің әкесі. Әкесі. Келіншегі Гүлнұр келінім. Одан кейін мына жақта менің апайларым. Әкпелерім ғой, оңтүстік әкпе дейді. Үлкен әкпем Гүлжар, екінші әкпем Динара. Одан кейін менің жұбайым Амина. Менің есімім Рүстем болады. Одан кейін жеңгеміз міне. Ұмытып баратымыз көрінбей тұрған Құралай жеңгем. Ағамыздың жұмыста болып келе алмады, жұмыста болып келе алмай қалды. Маған жаңа Аминаның нөмірі жіберді. Ал енді үлкендеріңіз бір тілек айтып, соны мына қымыздан енді дәм татып қойыңыздар. Жиналып келгенше ана жақты танысамыз ғой. Ал енді үлкен. Ал енді құрметті құдалар енді келіп қапсыңдар енді мына неге қыздарымен беріп. Енді құтты болсын құдалықтарың, 1000 жылдық болсын. Бәлерің аман болыңыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Аумин. Жалпы айтқан біз шығыстықымыз Семей, Абай облысы, Аягөз ауданы. Сол Аягөзден. Жолдан келіңіздер. Ан жақты танысып сөйлесіңіздер, дәм татып алыңыздар. Ағалар келсеңіздер шықшыгер. Бізге қарамаңдар. Біз енді ораза беріп біз зеріміз серік Кім беріп, кім серік? Су ішесіздер ма? Ауыз жоқ. Иә. Серік кісілер. Айтып болмайды. Ау. Беріп. Су аға. Аман есен жеттіңіздер. Тараздың өзінен ба? Өзінен. Болғамыз. Асада болғамыз, өрнекте болғамыз, өзінде болғамыз, қалай тойға болғамыз. Таразға барса көлікпен емес таксимен бару керек. Аты мойнымызға 100 мың шыштырап алып қайтқанбыз деп. Бізде де мына 5 камера бар талдықорғанда. Енді шопыр білетін шығар. Штрафтан болып кетті ғой енді Қазақстан. Әйтеуір аман есен жеткендеріңізге қуаныштымыз. Біз енді өнердегі, жалпы өмірдегі құдаларымыздың достарымыз. Ермек деген Үштөбе қаласында білесіздер, Үштөбе деген. Тоқаевтың ауылы деп айтса дұрыс. Тоқаевтың ауылы деп айтайын. Ауылы деп айтайын, иә. Қайсына Тоқаевтың ауылы деп кішкене. Сол Тоқаевтың ағасы мен боламын. Енді мына Данаш Жетісу телеканалынан мына операторлары. Біз енді қуаныштарыңызға ортақпыз деп келіп жатқан жайымыз бар. Ал енді аман есен түрлерін жүздеріңіз таныс екен. Нақты құдасыз ғой, иә? Бел құда дейді. Бел құда дейді. Қырғызша шоң құда дейді. Ағыз құда дейді. Бас құда дейді енді. Бауыздау құда дейді. Қай жылғысыз құдаке? 82. 82. Басшы құдасы екенбіз. Ал енді олай болса жүріңіздер, үйден ан жақта тағы бір дастарханымыз бар. Күтіп отыр. Келетір ма? Тағы да 40 адам келді. Ойлап қойым осақ қой деп. 40 адам келетір. Ağızlara bir kelime, sana gelin saygıya sulap kızına durmuşlar mı? Hayırlar ayırsa
тұрған-ай, Өзге ауылың сен оlayын-ай, Талшыбықтай тұралым сен тұрған-ай, Саржас құмған-ай, ойда тұрған-ай, Айналайын көзіңнен ашып жұмған-ай, Жеңсақтарым-ай, Құда болып ауылыма кем сатқан-ай. Ең үлкен кісі. Дәу құда. Bu balaga жол ауырмауға жіберді. Әне шағыры кетті. Жүріңіздер аға. Мына сайға түсеміздер. Сәлеметсіздер, жақсы. Мерекелеріңіз Төмен қарай түсіңіздер. Қош келіп жатсыздар, бісміллә. Көк жазықтың көк жайлауында, Жетісудың баурайында, Жоңғар Алатаудың бөктерінде құда күтіп жатырмыз ағайын. Ал келіңіздер, Ал дәм татыңыздар, келіңіздер. келіңіздер, жолдан келдіңіздер. Үлкен Адамдарыңыз қандай жаусын. апамыз бар екен, үлкен Әжеміз қайда кетті? Ол кісі өте арымды жақсы білетін кісі ғой. Жетісуға келіп сразу барып суын алып. суын ішіп жатырмын. Ана видеоға түсіріп ал, дәке. Ертең айтасың, осы келін кеп, ол түсірген деп, құдалар су ішкен деп. Келіңіздер, бұлақ. Ал, келіңіздер, дәм татыңыздар. Жолдан келдіңіздер. Ауыздарыңыз беріп болса, келіңіздер. Беріп болса, дәм татыңыздар. Келіңіз, апа. Той құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын, апа. Байлы болайық, күйлі болайық. Жан-жақты болайық, той құтты болсын. Келіңіз, апа. Дастарханға жақын тұрыңыз, апам. Сіздің қасыңға келдім, нағарат біздің қасыңға жүріңіз. Келіңіздер. Амана сен ат көріп кеттіңіздер ма? Қыздарыңыз ауырсыңыз? Жақын жерін таппадым ба? Біз де барғана сөйттік қой. Түлкібастан бір қара домалақ табылмады ма дедіңіз ба, апа? Туыстан таппай тұр болсақ егер. Қызбен қойдың жүрмейді. Сонда домалақ болса, ермек санаң орынбордан алатын беді. Әлі сабын келесіз, әлі талай келесіз. Қайдам. Енді келмеймін, енді алам деп қойсаңшы, апа. Енді сендер келіңдер де. Қой, Ал енді, апа, қызбен қойдың жүрмейтін жері жоқ. Барлық жерде жүре береді. Жақсы, енді жолдың бала тұрғанда, бақыт тұрғанда, қай жақ болса да барамыз. Бала үшін от болып аулап жанамыз. Міне енді Нұрсұлтан мен Әсел үшін қай жерде болса да барамыз. Келіңіздер. Қайдың болмаға да ойма далада қалатын. Қайта Түркия емес, Америкаға кетіп қалмай, жақын жерге барған дұрыс болды деп жатырмыз. Қымыздан, мына дәмнен татыңыздар. Сонымен барайық, уақыт болып қалды, кешке той. Ау, біз іш же деп айта алмаймыз. Су ішесі бас. Сен өз поэтияларыңыз бар ғой, бізде оразадамыз деп айтады. Ал қош келдіңіздер, қош келіп жатсыздар енді. Балаларыңыз бақытты болсын енді. Осыны барып танысып Сол жақтан барып таныса жатамыз. Парыз ғой. Енді мен енді жаңа айтып кеттім ғой, танысып етіп жатырмын енді. Жәке, потом үйге таныстырамын. Сіз апайларыңыз барғанда көріп танысадым. Енді жер жанат Жетісу кешек Бақтыбай, Ильяс, Қабанбай туған. Мына Ильяс Жансүгір, мына жақтан айта берсек, мына жақ Текелі. Былай жүрсек Қапал, кешегі Қашқари сапары, Шоқан атамыздың асқан жері. Кешегі батыр жыраулар жалпы осы жерден қорғап ел жұрты деп 300-дің басы құралған жердің киелі жерге жетті. Бұл жер Наймандар, Суандар, Жалайыр жалпы шоғырланған жер. Енді қош келдіңіздер деп айтайық. Енді қазір ан жақтан барып таныса жатармыз. Сол жақта тағы бір дастархан шаңырақты көресіздер. Одан кейін бұйырса жақсылыққа енесіздер. Бұйырса бір-екі кішкенен кейін барлықтарыңыз сәлесін ішіп қайтасыздар. Көреміздер. Кеттік жүріңіздер. Ойын тойға ұласын, салған әнін қырасың, сәлім берсін сәкеннен, әнін берсін күләштің, туысқандар ой.
Barşamızға шаттықты тіледім жайға бажар, таусылмасын базарым, әзілдері жарасқар. Navruzların gibi soy bırakın. En bir navruzların soy. Әнімдерсін күрәшті, туысқандар ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың. Баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты тіледім Тойым тойға ұласын, салған әнің қырасын. Сәлім келсін сәкеннен, әнім келсін күрәштің, туысқандар ай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын тойларың. Баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты тіледім Ал енді жүріңіздер апа. Апа жүріңіздер үйге жүріңіздер. Ал жол бастап үлкендер, келіңіздер. Асырхан бір ерекше мейірімді Алланың атымен. Мына енді осы бір керемет қорқалы құдалық той. Одан кейін үлкен тойды басы қойып жатырсыздар. Барлық мақтамадақ бір Аллаға, барлық сәлемдер мен салауаттар пайғамбарымызға болсын. Енді міне ұлыстың ұлы күнінде қасиетті Рамазан айында міне бір емес екі баламыз міне Құдайға шүкір бас қосып шаңырақ көтерген екен. Міне жер жанаты Жетісудан киелі елге, киелі жерге көз жазықтай міне бұйырса міне әселдей біздің келініміз, сіздердің өкілеріңіз үмітімен өскен қыздарыңыз осы әулетке ақ келін емес бақ келін болып қонып жатыр. Енді осындай қыз тәрбиелеп өсірген, жеткізіп, бізге мәпелеп, ұзатып берген сонау Тараз көне 2000 жыл тарихы бар құдаларға бір құрмет жасап қояйық. Қош келдіңіздер деп қояйық. Қадамдарыңызға гүл өссін, жүректерге нұр өссін. Ал енді бісміллә деп дастархан батасын беріп жіберіңіздер, құдалар. Дастархан батасын алып жүрейік. Сондықтан да мына дастарханнан биік тау жоқ. Қабылдықтан биік тау жоқ, дастарханнан биік адам жоқ дейді. Енді мына бісміллә деп бата беріп жіберіңіздер. Мына шаңырақтың батасы сіздер бересіздер. Мына шаңырақтың батасы. Мына енді екі түрлі дұға қабыл болады. Мына жолаушы сапарда жүрген. Мына сіздер сапарда ал. Бақ қарасын, қыдыр дәрісін. Мынау екі жас бақытты болып, Құда қаласа өмірлі шөбір болып, көбейе берсін. Әумин, ай бәрекелді рахмет. Енді міне осы шаңырақты көрсетейік деп, санау жақтан келгеннен кейін апа, міне осы міне көріп жатсыздар. Бұйырса осы шаңырақты Алла нәсіп етсе, іші толған жанға, сырты толған малға толсын деп қояйық. Енді күйеу балаларыңыз Нұрсұлтанды білесіздер ғой? Көрдіңіздер ме? Болды. Көрмесіңізді көрсетіп жіберейін, көрініп алғанын деп қалжына қояйын. Рахмет. Енді дәм татыңыздар. Қазір енді бұйырса мына жерде өзіміздің ресторан салып алғанбыз. Мына сәуле құдағиларымыздың бір емес, екі рестораны бар. Сол ресторанға барамыз бұйырса. Иә, Алла нәсіп етсе. Енді бағана жалпы таныстырсақ айттым ғой міне. Әкесі міне Дәлеш деген құдаларымыз міне, сәуле деген құдағиларымыз. Қазір енді ресторанда таныса жатырмыз. Бас аяғы ағайындар сол жаққа жиналады, иә? Дұрыс қой. Енді дәмнен деп айтты әке. Мен енді оразадамын, мен айта алмаймын. Сізден айт. Бұл да оразадан. Ал енді жақсы, енді сіздер сапардан кейін оразадан ашқан шығарсыздар. Бүгінге енді сапарда жүргеннен кейін ораза ашылады. Апа, дәм татыңыздар. Дәмнен алып. Ал сіздер соны көрсету қойығыма. Сіздер кәдімгідей бір біздің Талдықорғанның бір үлкен бір ресторанына тойып келген сияқтысыздар ма? Дәм татыңыздар, иә, міне. Құдағиымыз міне дәм татып отыр. Иә. Ой, деп бір тамаша әуенмен бастайық. Сиынып Раббысына әлемдердің, ей мұсылман екенімді дәлелдедім. Ақ терлетіп бұл күндері бұл әулетке бір емес, осы менен екінші рет келдім аба. Жақсылыққа енетін, жүректен жүрді теретін. Дәнеш пен сәуленің балалары тек қана ораза мен наурызда үйленіп жүретін деп қояды. Былтыр осындай уақытта екінші ұлымыз үйленіп шаңырақ көтерген. Сол қуанышқа тағы біздер келіп жеткен. Енді қарап тұрсақ арада бір жыл өтіп, қасиетті Рамазан айында, ораза айында тағы да мына Нұрсұлтанымыз үйленіп отыр екен. Той құтты болсын. Бізге шешен биі бар, күмбірлеткен күйі бар, тамсандырған
Kapsandırgan әлемді батыры болған жолбарыс, хандары болған арыстан, ақындары жыр қозған палуандар ай алысқан. Hey, ұлы жүз, орта кіші жүз, руым бар, тегім бар, әншілері жезтандай, салдарым бар, серім бар, елдің қамын ойлайтын Нұр Сұлтандай ерім бар. Hey, әселдей біздің келім бар, қолдан келсе ағайын шапалақты қағынды. Шана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Нұр Сұлтан мен әсел бақытты болып, мәңгі бақытты бола берсін. Қола берсін деп қояқ. Рұқсат берсеңдер балаларды жіберсек. Бір батасын беріп аға шығарып салайық. Кешкі тойға. Апасы батасын берсін. Береміз, екі жас бақытты болсын. Аха. Ешкі уақытта жамандық көрмесін. Әмин. Ата-анасын сыйлап өтсін. Әмин. Ай бәрекелді. Қайын жұртқа келіп тұрсыңдар. Ал енді болды, Нұрсұлтан сағат кешкі 6-7-тен қалмай ресторанға келіңдер деп. Мұғалімдер көрмеп, былай сөйлейді мұғалімдер. Құдағиларыңыз мұғалім енді, байқадыңыздар ма? Енді мына Дәнеш деген құдаларыңыз енді жеті қырлы, бір сырлы өнерде жүрген, өнерінің төрінде жүрген атасы деп қояқ. Серкесі, асабаның арланы, біздің өнерде жүрген, мына Дәнеште құдаларыңыздың өнерде жүрген талай келін бетін ашқан соны өнерлердің бірі. Ал енді сәуле құдағиларыңызды балтамған ұлағатты ұстаз, Қазақстан мемлекетінен ардагер ұстазының атағын иеленіп отыр. Бұйырса Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолынан алтын медаль, грамота алған деп мақтап қояйын. Енді осындай әулетке Құдайға шүкір, әселде келін жаман болмайды, жақсы келін болады. Мен байға өткенде осы екінші мына үлкен жаңағы үлкен жол үлкен ғой енді. Олымыз үйленген кезде мына келіндері босанып, осы жерде тағы бір шаңырақта отырған болатынбыз. Бау берік болсын деп айтып қойсаңыздар болады. Міне, сол қуанышқа қуаныш келіп отыр. Сол сияқты арада бір жыл өткеннен кейін тоже міне әселіміз аман есен, қол аяғын бауырына алып, сол шілдехана тойға апа тағы келіңіз енді. Жаңа айтып отырсыз ғой, бір келген жеріңізге 2 рет келесіз әлі. Құдай қаласа 5 рет келесіз. Ал енді біздің үлкеніміз бір тілек айтып қойсын, үлкен шешеміз бар, осында апамыз бар, иә? Үміт апамыздың бір тілегі болсын. Иә. Содан кейін ресторанға барайық. Ал балалар қош келдіңіздер. Мына екі бала енді екі жақта екі елді басын қосып отыр. Алдымен құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын. Балаларымыз бақытты болсын, екі жаққа мейірімді бірдей сыйлы болсын. Осы неміз ортамызда тек қана адал ақ жүрегіміз болсын. Әмин аға. Балаларымыз бақытты десе, сол екі жақ бірдей балаларымызға бақыт тілей берейік. Әмин. Дегендерін қадамдарыңыз. Рахмет апа айтқаныңыз келсін. Енді бұйырса сол жақтан барып сөйлеп жатармыз. Апа батаңызды бердіңіз, шаңырақты көрдіңіз. Енді жақсылыққа енесіз, жүректен жыр тересіз, Алла қаласа келесі жылы шілдеханаға тойға келесіз. Әмин. Сонымен енді қазір ресторанға барамыз да, апа кафеге барып қазір ет жейміз. Одан 2 жасырға манты жейміз, 3 жасырға лағман жейміз, одан кейін гүл лағман жейміз, одан кейін ресторанға барып тағы ет жейміз, одан кейін сәлесіз шығып қайтамыз. Жүріңіз беріңіз. Сол жақта барамыз. Салтына балар, шашу шашып алтынан алар. Екі жастың арқасы ғой ел таныстырып, құдаластық төс қағыстырып. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Туыс
қайда? Біздің қыздар қайда? Шығайық ортаға. Қанекей, біздің қыздар қайда? Біздің жігіттер қайда? Шығайық ортаға. Шақырайық балаларымызды Опа! Кездестік сол кеште тойда дедім бірден анамая Давай, давай, давай! жүрмейді екен жүрекке айла Құдаша қыз молодая Мен шықтым ортаға қарай Құдашаға құшақ жая Ей қарындас есімің қап Кәлеке, айғайлап шулап, айғайда, су қайда! Есімің балқия Құдбаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Есімің Балғадиша емес балқия Құдбаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Қыз ерінің балдай Махаббатқа жүрегім мас Бара жатыр теңеуім айдай Алма мойын қиылған қас Сені сүйсе Балғадишаны Сені сүйдім балқия жан Сыйға таптым мен падишаны Танцуй Есімің Балғадиша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Есімің Балқадиша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия Ай, бәрекелді, рахмет, о құдайым, мынандай биштерді марқұм Майкл Джексон көрмей кетті ғой бишара. Енді рұқсат болса, сол жағымыздағы екі дастарханға құдалар жайғасыңыздар, келіңіздер аға. Ыңғай келсе киімді шешіп отырыңыздар, салқын десеңіздер киіммен отырсаңыздар да болады. Аға, келіңіздер, төрлетіңіздер. Мына сол жақтағы екі дастархан сіздердікі, оң жақтағы екі дастархан біздікі. Ал, төрлетіңіздер. Өзіңіздің ата-апалар, жол бастаңыздар. Ал, қадырлағайын, ассалаумағалейкум қызға. Той қазақтың қазынасы, қадырлағайындар, қазынамызды бүгін мінекей тағаша жаңғыртып отқан екі баламыз қадырлағайын туыс. Астарыңыздан, дәмдеріңізден алмас бұрын, үлкен елдің баласына сақ болу жарамас дейді қадырлағайын туыс. Енді бата бермей жолға шықпаймыз, дастарханға қол салмаймыз. Енді мінекей осы әулетіміздің үлкендерінен әумин деп бата сұрайық. Мына келіп жатқан құдалардың қадамына, жайып жатқан дастарханына. Ендеше әумин деп алақан жайып Марат ағамды ортаға алдырайық кәнекей. Келіңіз аға. Көкем. Жаратушым жар болсын, Иллахи амин. Мұсылман қауым білек тұрып қол жайық, ораза қабыл болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын баршамызға. Ал осы келген наурыздарың бірінші құтты болсын, мерекелерің, мына құдалықтарың 1000 жылдық болсын. Балалар тек қана бақыт болсын. Аумин айтсын. Ал енді өз жердегі өзіміздің қызметтегі азаматтар барып кішкене құйып, үйтіп, анау мынау коладан суысынан кішкене астан алдырып отырыңыздар. Той құтты болсын ағайындар, келіңіздер. Енді қалған өзіміздің ағайын туысқандар әрі бері жүріс-тұрыс доғарайық, дастарханымыздың берекесін алмай отырайық кәнекей. Ал айналайын, алтындай асыл үлкендеріміз, қазыналарымыз, алтындай асыл құдаларымыз, қыз беріп төбелі түрге шығып отқан, анау үлкен апам бастап отырған, құда бастап отқан, құдағи бастап отырған. Енді Алланың қалауыменен сол мінекей шырай оңтүстіктен келіп отқан құдаларымыздың қадамына нұр жаусын деп бір қол соғып қойып, қадырлағай барымызды көрсетіп, той құтты болсын. Бәрекелді. Енді мінекей қасиетті айлардың сұлтанында
ораза айында ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне тұспа-тұс кеп атқан мынау құдалық және де үйлену тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын дейміз ағайын туыс. Енді мынау естіп атып көрмеген бар, көріп жүріп білмеген бар, алыс жақыннан келген бар, ортаға енді қосылып ортаны кеңейткендер бар. Енді мен мына микрофонды Құта жақтан үлкен жаңағы азаматтарына, азаматшыларына берейін. Орталарыңыздан бір адам тұрып, жөн білетін кісі болса, түгелде кеп атқан делегацияны таныстырып кетсеңіздер. Мына кісілер енді Құта жақ түгел толықталып болған шаңда өз жағымызын ақындап, жайлап бастай берейік. Ал, балаларыңыз бақытты болсын ағайын. Енді рұқсат болса, әке, өзің бе? Ал енді былай болсын. Өзіміз жақтың үлкендеріміз. Есімдеріңіз айтқанда енді орнынан тұрып қой деп айтатындай жас емессіздер ғой. Қол көтеріп қойсаңыздар да болады. Кәнеке. Ал құрметті құда-құдағилар, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Енді міне бағалай білгенге бақ қонат, құрметтей білгенге құт қонат дейді ғой. Сондықтан да міне бала ортақ, той ортақ деп мінекей біз тапқан жоқпыз, бір-бірін өздері тапты, бір-бірін сүйіп, екеуі жаңа өмірге аттанып, жаңа өмірдің отаудың ішінен отау құрса жылы болады дейді. Сондықтан да сол отау құрып жатқан екі баламызға бақыт тілеп келіп атқан жайымыз бар ғой. Екі жақ бірдей, біз елдестірмек елшіден дейді. Сондықтан мінекей келіп, осы алыс жолға қарамай бүгін келіп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Мына оразаларыңыз қабыл болсын. Мына наурыз мерекесі құтты болсын. Осындай жақсы айда, жақсы күнде осындай бір қуанышқа баршамыз ортақ болып жатқан жайымыз бар. Сондықтан да баршаңызға, мына келген қадамдарыңызға нұр жаусын деп сіздерге рахметімді білдіргім келіп тұр. Енді өзімізді жаңа айтып отырмыз ғой, Нұрсұлтан Ерболсын. Енді Ерболсын баламыз былтыр ғана бас қосып тойлатып қамыз. Енді міне Нұрсұлтан ұлымызда осы сіздердің қыздарыңызға мені қосылып екеуі міне шаңырақ көтергелі отыр. Ендеше құтты болсын. Енді өзім жаңа айтып таныстырып жатырмын ғой, есімім Дәнеш болады. Бәріміз осы құдағиларыңыз Сәуле құдағиларыңызбен екеміз бір класстаспыз екеміз. Бір ауылда жаңа Абай облысы Әйгөз ауданы Тарбағатай деген керемет ауыл бар. Сол ауылда туып өсіп, сол жерде бірге оқу бітіріп деген сияқты сол жерден өстік. Енді еліміз сол Найман, Қаракерей болады. Жалпы енді өстіп таныстырып жатсақ, бұл жерде бөтен адам жоқ, бұл жерге келмейді ғой. Сондықтан да енді келген кісілер уақытқа бағынамыз ғой. Уақыт деген бір Алланыкі, Құдайдікі, ресторан деген бір байдікі дейді. Сондықтан да бәрі уақытқа бағынамыз. Сондықтан алыстан келіп жатқаннан кейін бір күнде тындырып, бір күнде істеп жатқан жайымыз бар ғой. Сондықтан да Алла разы болсын. Кем кетігі болса айыпқа бұйырмассыздар. Енді бұл жерде көбін қазір тойда көріп жатасыздар. Енді қазір жалпы айтқанда осы жерде таныстыра кетсек, жаңа бата беріп жатыр ғой. Міне осы Сәуле құдағиларыңыздың ағасы. Мен енді өзімнің де Құдайға шүкір ағайын туысымыз бар. Енді көп қазір осындай уақытта Аягөз жақта қар кеппеген, су басып жатқан сондай бір керемет қой қоздап дейді ғой. Сондықтан да бір керемет науқан жүріп жатыр, біраз келе алмай жатыр. Десек те осы жерде менің енді өзімнің келіп отырған жерде мен азамат болғаннан кейін Марат ағамыздан біріншіден. Марат аға, қойыңыз, мына құдағиларыңыздың үлкен ағасы Әйгөз қаласынан келіп отыр. Мінекей жұбайы Төлеуғаш апайымыз. Халида апай үлкен апайы, мінекей сол Тарбағатайда ауылдан келіп отыр. Жездем келмей қалды. Оны Үміт апай жаңа міне отырған, мінекей қарқарадай болып отырған апамыз. Бұл кісі менің атамның қарындасы, Сәуле құдағиларыңыздың әкесінің қарындасы бұл кісі. Соны Астанадан келіп отыр. Енді бер жақта міне Нұргүл апай, менің апайым, менің кіші шешем сол Тарбағатайдан Әйгөзден келіп отыр. Менің жеңешем, былайша айтқанда кіші анам деп айтам. Бұл кісі одан кейін міне Бақаш апамыз отыр. Осы Нұрсұлтанда, Ерболсында кішкентайынан осы бағып, қаққан осы Бақаш апамыз. Көрші тұрдық, осы құдағиларыңызды болып келеді. Және осы әулеттің құдағиы, былайша айтқанда. Сәуле құдағиларыңыздың құдағиы. Есімді ана күнде құдалыққа барды. Бұл кісі Нұрсұлтанның кіндік анасы, бұл кісі ұстаз, қазір зейнетте болса да сондай бір спроспен сондай қазірде жұмысқа істеп жатқан анамыз, әпкеміз. Одан кейін бер жақта
кім отыр? Гүлжан. Марат ағаның қызы, құдаларыңыздың қызы, Гүлжан. Шолпан апай. Шолпан апай жаңа айтып жатырмыз ғой, Мұрат кім Қанат деген ағасы болған, марқұм болып кеткен, сол кісінің жолдасы, Сәуле құдағиларыңыздың жеңгесі Шолпан апай. Бұл кісі де сол бәріміз бір ауылданбыз. Әсет, міне сол Қанат ағамыздың ұлы, қайнағамыздың ұлы, сол кісінің орнына құдаларыңыз болып келеді. Сәлима апайымыз деген, бұл кісі де ағарту ісінің үздігі, ұстаз, Аягөз қаласынан келіп отыр, құдағиларыңыздың әпкесі Сәлима апай. Тағы, мына келіні менің інім, мынау Еркін деген, сол Аягөз қаласында келіп отыр. Еркін деген менің інім болады. Енді менің де бауырларым біраз себептермен келмей қалды, осы келіп отырған осы інім. Және қарындасым, мұғалім, Аягөз қаласынан келіп отыр. Ақерке. Еркін, Ақерке. Иә. Тәк кім бар тағы? Енді қалған өзіміз, жігіттер. Иә. Енді тағы да көріп танысып біліп жатасыздар ғой, мыңның түсін білгенше бірдің атын біл дейді, сондықтан да тамақтан дәмнен алып отырыңыздар, шайдан алыңыздар. Иә, кішкене салқын бой, сондықтан. Рахмет. Ай, бәрекелді, қолзап қошеметтеп қояқ, рахмет. Ал енді бір көрген білесіз, екі көрген таныс, үш көрген туыс деп, енді құдалар жақтан өздеріңізді бір таныстырып өтсеңіздер енді. Нақты. Үлкен, нақты және құда өзіңіз таныстырасыз ба? Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Баршаңызға. Мынау құдалық құтты болсын. Мынау біз жаққа барған құдалар мен құдағилардың көбісі таныс қой түрлері енді. Енді біз жақта таныстырысқа келсек, мынау төрде отқан анамыз. Аты Бақытгүл болады. Әкеміз өткенде бір екі жыл енді болады. Сол әсел қыздар келіндеріңізді бізге жиен болғанымен қарындасымыздай болып кеткен. Кішкене кезімізден әке мен шешем екеуі баққан. Не дейміз енді таныстырсақ, қазір Талдықорғанда ағам тұрады, шешеме кетті, ойлағанбыз ғой, құдалық Талдықорғанда бола ма деп. Қазір алып кетуге кетті, келеді. Одан кейін төрде отқан ағамыз, аты Мұхамеджан. Папамның ағасының баласы. Бауырым болады, аты Мұхамеджан. Ол кісінің жолдасы Нұрила болады. Одан кейін Әділжан. Ол інім болып келеді, папам ағасының баласы. Оның жолдасы келемей қалды бір жағдаймен. Одан кейін мен, құдаларыңыз Мұрат болам. Мен жолдасым Жанат. Одан кейін інім бар етін, Марат деген. Ол да Алматыдан жұмысымен келемей қалды. Оның жолдасы Баян деген. Көп рахмет сіздерге танысқанымызға, осы ауылға кеп, құдалыққа кеп, үйлеріңізді көрсетіп жатсыздар. Көп рахмет. Құда қаласа құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Сіз біздің ешқашан кетпесін. Мынау сіздермен бізді таныстырып жатқан қарындасымыз Әсел ғой. Сол екеуі бақытты болсын. Әлі тойы бар алдымызда. Қалған тілекті сол жерде айта береміз енді, құда қаласа. Көп рахмет. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал енді үйір басқанын доқты қосады, құданы құдай қосады, екі жасты періште қосады деп, танысып жатыр екеміз, береке болсын. Ал енді құдай, енді өз жақтарыңызды. Ал тағы да құдалар, сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Тараздан кеп қалдық біз. Сіздердің ауызда құдаларыңыз Ғалымжан інім, соның ағасы болам мен. Менің есімім Рүстем. Мен келіншегім Амина. Ғалымжан інімнің келіншегі Гүлнұр. Одан кейін әкпелеріміз міне. Үлкен әкпеміз Гүлжар. Екінші әкпеміз Динара. Одан кейін жаңағы айтып отқан әкемнің інісінің келіні. Аты Құралай. Ал қалған нені үлкен тойда тағы да нелары жатармыз. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал енді
мың жылдық құда болайық, мың жылдық емес мәңгілік құда болайық. Осы міне жер жанаты Жетісудың киелі топырағын көріп, осы төріне шыққан құдалар қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал енді рұқсат болса сіздердің құрметіңізге үлкен ас келе жатыр. Аспен бірге бас келе жатыр деп үлкен асымызды тартып өтейік. Ал енді құданың алдына қарай үлкен асымызды сіздердің құрметтеріңізге тағып. Ал енді аманшылықты жойғамыз қойғамыз. Сіздер келеді деп мына қойымызды таңертең сойып қойғанбыз деп қояйық. Ал енді құда, ал енді әумейін деп бата жасаңыз, қына тасқа бітеді, ақыл жасқа бітеді, бата басқа бітеді. Әумейін. Ал мына екі жас бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болып осы Найман елін көбейтіп, Құда қаласа екі ортамыздағы көпіріміз мәңгілік болсын. Әумин. Әумин. Келді. Найман атағың алпы қазақ елінің ұрпағы көп болсын деп қояйық. Ал енді алдарыңызда астан алып отырыңыздар. Сіздер үшін бір тамаша ән жолдайық. Осы әнді Әлихан ұлдарыңыз тамаша ән шашу тартып етсін. Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжін биылғы 4-ші курс студенті Әлихан ұлдарыңыз бүгінгі жер жанаты Жетісу Көкжазықта қарсы алыңыздар. Тағдырымын ау таңдарды сенсіз атырдым, ұмытамын деп өршітіп алдым отымды. Жаным ау сенде келместі күтіп жүрмесін, жас жүрегіңе тұмарғып жазып атымды. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба? Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем ау әдемі. Толқыттың мені, есіме түстің тербедің. Алтыным едің, қадірін білмесен менің. Кешірші жаным, оралмас қайта көктемді. Кешірші мені, жоғалтқан өмір өрнегін. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба? Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем ау әдемі. Төрге шыққан құдалар төрлеріңіз құтты болсын, екі жасы бақытты болсын, бай қуатты болыңыздар. Ғашығым менің, асылым едің, қиялым менің, ояңым менің.
қайда жүрсің әдем ау әдемі. Ай бәрекелді, қошеметтеп қояйық Қалихандар ұлдарыңызға. Не деген шапалақ деп қояқшы. Рахмет. Ал енді бағанда айтып жатырмыз, енді қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ деп. Енді міне Әселдің арқасында Құдайға шүкір жер жанады, жетісуды көріп жатсыз апа. Қош келдіңіз. Кешегі Бақтыбай, кешегі Ілияс Жансүгір, кешегі Құлагер, Ақан серінің басқан жері. Өзіміздің мына киелі Шоқан басқан жер, киелі ел. Аймандар, жалайырлар, суандар, арғындар шоғырланған жерге қош келдіңіздер деп қояйық. Ал енді тойымыз тойға оласын. Төрге шыққан құдалар жақсылыққа енген ғой, қуанышқа ортақ боп Тараз қаласынан келген ғой. Төрге шыққан құдағи құтты болсын тойларың, келіп жетті әз наурыз. Қошеметтеріңіз қайда? Құтты болсын мерекен, дәнеш досым қайда екен, көңіл сондай майды екен. Сәуле менің жеңгем ғой, көңілдері ақ екен. Бом диги 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 бом бом бом, бом диги 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 бом бом бом, бом диги 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 бом бом бом, бом диги 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 бом 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 бом. It's my life. Белеске белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Айманымыздың төрінде жақсылыққа келген өрінде, көне тарих Тараздан келіпті ғой құдағи, келіпті ғой құдалар. Шапалақ бар ма ағайын, қошеметті қағындар. Хей! Рахмет, рахмет, рахмет. Құда, көңіл күй қалай, жақсы ма? Өзім шығардым Құданың құрметіне деп шақырдым. Рахмет. Енді өткенде делегация кім барды? Таразға барғандар кім бар? Қол көтерейік. Күшті деп келді ғой. Кім? Шымкентке кім барды? Шымкент пе, Тараз ба? Шымкент или Тараз? Түлкібас. Дұрыс қой. Сіздер барған кезде қар, боран, жауын жақ кеткен ба? Сондай болыпты ғой. Бәсе. Енді сол жаңбырдың, ол Алла нұрын құдаларды алып келген сияқты, кешеден бері жылы болып еді. Қалжыңдап қояйық. Енді сол қызды берген кезде Сәуле жеңге құдағи жылады ма, құда жылады ма, апасы жылады ма? Қызды бергеннен оңай емес қой. Өзің жылап жүрген сияқтысың ғой жылы. Аллаға сансыз шүкір. Қыздарды алып отыр. Үй апасы жылады. Жылады ғой, жылайды ғой енді. Баяғыда қыз берген бір ағамыз жылап, әкесі ұйықтап қапты бір жерде. Сөйтілген шешесі бар екен ғой. Жаныма осы балам неменеге кешкен жылады десе, бұл баланы ұйқысы келген екен деп айтады дейді. Сөйтсе құдағи жыламайды дейді ғой. Мәз дейді. Айтыпты, неғып жыламайсыз десе, неғып жылаймын? Жыламаймын депті. Жыласа құдағи жыласын, мен қызымның мінезін жақсы білем деп айтады дейді. Енді одан Құдай сақтасын деп қояқ. Өте жақсы. Міне енді ененің айтады ғой, шешенің жақсылығынан жақсы келін береді, әкенің жақсылығынан жақсы күйеу бала береді деген екен. Мына Сәуледей, мына жеңгеміз, әпкеміз өте керемет. Құдайға шүкір, бір емес екінші келін түсіріп отыр, опыт жетеді. Міне бірінші келіннен міне немере сүйіп отыр. Дәнеш екеуі құтты болсын деп қояқ. Енді осы Дәкебайымызбен мен енді Сәкебай деп айтайын, Дәкебай, Сәкебай деп айтайын. Құтты болсын тойларыңыз. Төрге шыққан төрлері құтты болсын құдаларыңыз деп қояқ. Рахмет. Енді бұйырса осы көк жазықтың шаңырақты көрсетіп, сіздерде қолдан келсе, осы жерден бізде 3 ырым тама асымыз бар, 3-еуі де платный апа. Төсқақтар ситабақ, қостабақ деп қалжыңдап қояқ, солардың дайындап қойыңыздар, соларды ақырында беріп жатарамыз. Біреу айтыпты ғой, құдалыққа бардым,
құдалыққа барсаң төс қақтар жедің ба депті, жемедім депті, құйрық бауыр асадың болса ештеңе көрмедім депті. Олай болса сен құда болған жоқсың, сен просто қонақ болып қайтыпсың депті. Сіздер енді құда болып қайтасыздар. Енді мен микрофонды үлкен жаққа берейін, біз жақтан үлкен шешелеріміз санау жақтан ат терелетіп келген 9 бала тапқан ананы ханым десе болады, сыйласа білген адам жаным десе болады дейді. Міне алдарыңызда ақ жаулықты аналарымыз, кешегі батырлар туған, ақындар туған, пайғамбарлар туған аналардан. Міне ал енді сіздер енді тілектеріңізді, лебіздеріңізді, жүректеріңізді, тілектеріңізді айтып жіберсеңіздер, осы дастархан бір беріп жіберіңіз апа. Ал апа. Енді мына апамызды танысаңыздар, танымайтын шығарсыздар. Апамыз енді көп балалы ана, бір құрмет жасап қояйық. Санау алыстан ат терлетіп келіп отыр, жақсылыққа еніп отыр. Астана қаласынан, Астанадан келіп отыр. Самолетпен бір келді, пойызбен бір келді, автобуспен бір келді, газельмен бір жүрді, таксимен бері қарай келді. Велосипедте өкпелді апамыз деп қалжыңдап қояйық. Бірақ сіздерді ұзап бірінші кеп алдыңыздарыңыздан күтіп алайын келдім. Ал қош келдіңіздер. Дарыңыз құтты болсын. Екі бала бақытты болсын. Өздеріңізге барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Екі бала екі жаққа бірде мейірімді болсын. Екі жақ ақ жол жүрсін. Бәрімізге жүрегіміз адал болсын. Біз екі жақ бақытты болсақ, баларымыз да бақытты болады. Тойымыз екі жаққа бірдей, тойларыңыз құтты болсын. О жақта туысқан туыстар, сіздер аман болыңыздар. Тек қана басымыз тойға қосылсын. Басқа енді не айтам? Жақсылық болсын, бүгін наурыздарыңыз құтты болсын. Ең үлкен наурыз уақытта баларымыз басымызды қосып отыр. Мен екі бала бақытты болып, бізді де бақытты қылады деп ойлаймын. Әумин, әз наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, уайым қайғы жоқ болсын, қарын деген тоқ болсын, ұлыңыз ұлықты, келін қылықты болсын, апа, үрім бұтағыңыз бай болсын деп қояйық. Ал енді осы апамыздың тілегіне мен де қосыламын дейтіндеріңіз болса, қосыласыздар ма? Қосылып, арқамнан соңғы шыбы қосылып жүрмесін енді. Ал енді міне, осы шешемізге берейікші, осы шешеміз бағаны бері. Құдағи сіздерді көп күткен осы кісі. Осы көп кісі қайта далаға атып шығады. Мен ойлап қойдым, мана табыннан сиыр кеп қалды ма деймін. Сөйтсем, ойбай, құдағиым кеп қалды ма, құдам кеп қалды деп жатқан осы шешеміз. Ал. Құдағайлар келген қадамдарыңыз құтты болып, мына шаңырақ көтерген екі баламыз бақытты болып, босағасы ерік шаңырақтар биік болсын, атпайтын үйіміздің бірі болсын. Әумин апа, қош, әумин, қабыл болсын деп. Ал енді біз жақта рұқсат болса, үлкен шешеміз отыр ғой. Бағат сіз бата бердіңіз ғой, е? Нардай нағашы, артық оның өмірімнен жақсы. Осы қуанышқа келген, бір емес, 40 серкеш емес, бір ту биесін берген. Міне нағашына құрмет. Дұрыс қой, е? Енді атамыз білсе білмей, санау Шығыс Қазақстаннан келген. Аягөзден келген, аягөз емес, бүкіл Семей бұл кісіні абайда бұл кісіні барлығы білген, көкпар тартқан, қазір бұқа тартып жүр бұл кісі. Сол білегі бар айтатын. Ал енді мына бәріміз жиналып отырмыз, мына екі жастың құдалығында. Енді тілейтінім соларға бақытты болсын. Құдағылар бірін-бірімен тату тәтті болса, балалар да бақытты болады. Бәрілеріңе денсаулық, аман есен. Жақсылық тілеймін, дастарханнан тек қана жақсылыққа жайылып тұрсын. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын осы отырғын отырыз. Бір ғани емес пе ай. Жүгіріп шықтым, болды, аға рахметі. Іш кемей қалды ма, тіс кемей қалды ма? Мен ойладым, іш кемей қалды ма деп қалдым. Апа, қаныңыз қалай, жақсы ма? Ой, мен шешем сияқты екенсіз. Апа, отырмай қойыңыз. Отырған мен тұрғаныңыз бірдей екен бәрібір. Апамызға бір құрмет жасап қояйық, айта қойыңыз. Ой, екі бала бақытты болсын. Шаңырақтары биік болып, енді жақсылық болсын енді. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Келген осы мейрамдарыңыз құтты болсын. Жақсылыққа жай. Әмин. Үгай әніміз, арпа бидайданымыз, жарасыпты бәріміз, жарасыпты сәніміз. Апам орындауған тамашаны қалай, жақсы ма? Құрмет жасап қой. Ай, бәрекелді. Рахмет. Ал енді алдарыңыздағы астан ақырында алып отырайық. Енді
асаба әзілдесе жанылмайды, ағайын ниеті түзу болса тарылмайды. Әлемде шарыласақ та осындай бауырлар табылмайды деп санау аягөзден келген бауырына бір құрмет жасап қой, қошеметтеп қояйық. Міне кіші әкесі, Нұрсұлтанымыздың кіші әкесі өзіміздің Аягөз қаласындағы әкімшілік аппаратында қызмет жасайды. Өзінің қарамағында 500 адам бар. Лайым солай болған. Ассаламағалейкум, мына құдағилар, қадамдарыңызға гүл бітсін келген. Ал енді мынау екі бала енді шаңырақ құрған. Бақытты болсын, өмір жастары ұзақ боп, өмірлі шүбірлі болсын. Құдамыз енді 1000 жылдық болсын, құда. Не дейміз енді. Шаңырақта тек жақсылық, қуаныш болсын. Сіздерге енді ақ жолдарыңыз боп, барқашында келген назынарымыз құтты болсын. Бақ береке ырыса келсін осы жыл. Тек жақсылығымен келсін. Бәріңізге денсаулық тілеймін, мына отырған апа, сізге денсаулық тілеймін. Үлкен сіздер аман болыңыздар. Екі бала бақытты болсын енді. Ғұмырлы болсын, шүбірлі болсын. Рахмет. Бүйтісі ба? Микрофон қысып ағаны бір өлең айтады екенді қалдым ғой. Рахмет. Ал енді бізде енді дайын ба? Төс қақтар, ситабақ, қостабақты бірінен артынан біріне сіздерге ұсынайық. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген. Айналайым құдадан қыз өсіріп жеткізген. Оны содан кейін береміз, сол әнге дайындалыңыздар. Қан енді төс қақтар қоямыз. Жақсы ма? Ал енді төс қақтарды, рұқсат болса төс қақтарды қояйық. Көлнашар күйін қой. Ал төс қақтар, студио. Асаңыздар құдалар, тойластарым бол-той. Айтыңыздар құдалар, шапан күйіп ат мініп, қайтыңыздар құдалар. Төс қақтар. Шырқап тамаша тойыңызда жырқылды, тек сыйласып жүрелік. Құдаларым мұң жылдық, билеңіздер шаттанып, гүлдей жайнап көңілін. Бүгінгідей беу құдалар тоймен өтсін өмірін. Төс соғысып кәден, жасаңыздар құдалар, құйрық бауыр кәні. Төс қақтар келе жатыр ағайын, төс қақтар. Айтыңыздар құдалар, шапан күйіп ат мініп, қайтыңыздар құдалар. Құтты келетін төс қақтар, төс қақтар. Билеп. Би қайда, айғай қайда, ду қайда. Міне кетті. Ал енді міне төс қақтарды қолдан келсе майы қат қалмай тұрған кезде бірден асап алып алыңыздар. Бұл енді ата дәстүр, білесіздер, төс қағысып құда болайық деген ниетпен қойылатын астың түрі. Сіздер енді төс қағысамыз. Енді төстік деген бөлек, ол күйеу балаға береді. Біздің Нұрсұлтан барып жатса, төстік бере жатасыздар. Ал енді төс қақтар қалай екен? Ауыз тиін көріңіздер. Содан дәмін көргеннен кейін қалай деп сұраймыз, қалай екен? Ұнамаса қайта пісірамыз. Қалай екен, дәмді ма? Дәміне қарап ақшасын салады біздеші. Өздерін байқап көресіздер енді. Дәмді деп. Жарайды. Енді, конечно, коронавирус болмайсың, майын көп жесен. Қойны құйрықты майы деп қалжындақ баяқ. Ал енді дәмді құтты болсын. Ал енді мына құйрық бауыр асатамыз қазір, құйрық бауыр. Енді салт дәстүр қазағымның мектебеді дәстүрінен жарылмаған көк тебелі. Біздің қазақ білесіздер,
әр нәрсені білдірген ишарамен біздің қазақ осындай тектеді. Мысалы, жас балаға мысалы, білесіздер, сирақ берсе, сүрінбей сынақтардан өт дегені. Ал енді құлақ берсе, тыңдап жақсы нәрсе, тіл берсе, сөзінің майын төк дегені. Еңсесі биік жүрсін деп, келген күйеуларға бізде төс береді. Өйткені біздің қазақ күйеулерден төменшік деп жүргенін жек көреді. Сол секілді құда мен құдағиға құйрық бауыр бергенді қош көреді. Бауыр берген себебі мына екі құда бауырдай туыс болып өт дегені. Ал енді екі құдағиға құйрық берсе, оның үлкен астары боп келеді. Жастардың жұмысына араласпай, арттарын қысып жүрсін деп береді. Құйрық, сіздерге құйрық бауыр асат жөрек олай болса. Құйрық бауыр, ал келесі, жібер құйрық бауыр. Ал көпшілік төрге шыққан құдаларымызға қошемет көрсетейік. Құда 1000 жылдық. Құданы Құдай қосады демекші, қадамдарыңыз құтты болсын. Ал кет, қошемет қайда? Құда десеңіз, құйрық бауыр жесеңіз, құйрық бауыр жемесеңіз. Есіне құда десеңіз, ай. Құда десеңіз, құйрық бауыр жесеңіз, құйрық бауыр жемесеңіз. Қонған жері Алланың, сай болса екен айқын. Құдалардың көңілі жай болса екен ұдайым-ай. Екі жастың арасы тату болып айқын. Күнде осындай мереке той болса екен Ал енді құйрық бауырдан дәмін ақырында тарта беріңіздер. Мына құйрық бауырда дәмдетіп алып келгендердің ырымын ақырында бере беріңіздер деп қояқ. Енді рұқсат болса төсқақтар барлығын қосып бересіздер ме? Енді ситабағымыз бар еді, соны бірден ұсынып жіберейік. Ситабақты сәуле құдағиларыңыздың өзі апарып береді. Міне қолшемет деп қояқ. Сондықтан да осы ситабақ қоссабақ деп атады. Енді ол сыйлы құдалардың құрметіне деп, құдағидың құрметіне деп құдағиға тартып етіледі. Ал құдағи міне. Құдағи сіздің құрметіңізге төсқақта қойылды. Ал енді рахмет. Ал енді мына кішкене ойлап қалмаңыз. Мына төсқақтар, сыйлық, қос табақ, құйрық бауыр жылдам неғі кеп жатыр деп жатырсыздар ғой. Сондықтан да майы қатып қалмасын, дәмі кетіп қалмасын деп тездетіп қойып жатқан жайымыз бар. Әмбі сағат кешке, сағат 5-тен кете ауыз ашармен үлкен тойымыз бар. Соған кішкене құзап жатқан жайымыз бар деп қояқ. Ал енді Қазақстанның халық әншісі болмаса да, өзіміздің Үштөбе қаласының, Талдықорған қаласының анық әншісі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың туған інісі Ермек ұлдарыңызды ортаға шақырайық. Ай, бәрекелді. Ал енді астарыңыздан дәмдеріңізден алып отырыңыздар, қадірлі ағайын туыс. Енді мынау оразада шапалақ ұрмау деген шариғатта жоқ шығар ағайындар, а? Құранда жоқ шығар осы оразада билемеңдер деген сияқты ағайын туыс. Қаттырақ бір қол соғыңыз, балалардың той ғой ағайындар. Бәрекелді. Ал қадірлі ағайын, құлақтарыңыз әнде болсын, ауыздарыңыз дәмде болсын дейік, көңілдеріңіз көкте болсын ағайындар. Енді күнде келмейсіздер, жаңа апам айтты ғой, бәрі 12 сағат болды жолда келгенмін деп. Сондықтан жақсылап тұрып бір демалыңыздар. Бір жақсы бір ән болсын, мынау батыстың керемет бір әншісі, өнердегі досымыз Үкітай Ерниязовтың Найзағай көңіл деген бір әнін орындап берейін. Ыңғай келсе, біз жақтың азаматтары шақырайық мына құдашыларды биге. Той құтты болсын кәдеке.
жабырқай берер жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып шынайқайымдай жаңғырған әмен бойымда барда алғыр талабым олаулы қолмен бұзып шығармын шойын қақпалым тағдыр қамалым шойын қақпалым тағдыр қамалым жүрушім сені айнала тұрып алдарқандадай болжамай болып қашанғы бұлттай жабырқай берер жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып шалқар көлеміне өзіңе үлкен артар сенімі жанар тау жүрек жарыла жаздай дариядай тасып дархан көңілім дариядай тасып дархан көңілім жүрушім сені айнала тұрып алдарқандадай болжамай болып қашанғы бұлттай жабырқай берер жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып жарқ етейінші найзағай болып Ай, қошеметтеп қояқ, ермектей, міне балаларыңызға бір құрмет жасақ қояқ. Шапала құрып қояқ. Рахмет. Молодец, ереке, құтты болсын, жүрген жерім береке деп қояқ. Ал енді алдарыңыздағы ішіп жеп отырыңыздар, енді құдалар жақтан бір тілек болсын. Енді араларыңызда жақсы айтып, үлкен құдалардың әпкелері жағынан, мына нағашылар жағынан апасы батасын беріп жатыр, тілегін айтып жатыр. Сіздерден енді үлкен нағаш ағасы бар ма? Шығаласыздар ма? Кімдер бар? Ортаға. Иә. Олай болса, үлкен әпкесі, жеңгесі, сіздерді ортаға шақырайын. Осылай айта беріңіздер, осылай. Осылай шықпай қойыңыздар, айта беріңіздер. Шығасыз ба? Шық, жіберші ма? Билеп шық. Енді шөйлеріңіз ол кісі бата берді, енді осы жолын беріп отыр. Қазір үлкен тойда да сөйлесіздер. Енді сіздер кішкене алдыға тұрыңыздар. Қоңыр тобы болып тұра қалайық, қоңыр тобы болып, иә? Ал рахмет. Алау құдағылар. Мынау қарындас мәселмен күйеу бала екеуі бақытты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын, бала шағалар көп болсын. Сіздер мен біздер болып, бақытты болсын. Армысыздар, мынау құдалыққа жиналған
қауым, мен сіздердің құдаларыңыздың үшінші әпкесі боламын, апайы боламын. Өзім мұғаліммін, ұстазбын, Алматы қаласында тұрамын. Өзім таныстырып жатқаным ғой. Мен де Найман елінің келінімін. Жолдасым Үржар ауданының Қарақол ауылынан. Сол енді мынау 2 жас бақытты болсын, бақыттар баянды болсын. Мынау жүздеріңіз жылы кісі екен, мынау құда болып қош келіп қалдық сіздердің қолдарыңызға. 2 жасқа тек қана бақыт тілеймін. Әсел енді сіздерге бақыт алып келсін. Бала келін қазір, одан кейін ана келін болсын, дана келін болсын. Мынау әулеттеріңіз енді өсіп өнген әулеттің анасы болсын, үлкен анасы, әжесі болсын деп тілеймін. Сол, біз өзімізде өсіп өнген әулеттенбіз. Арай содан айтып жатармыз. Құдағилар, құдалар келген сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз. Не дейміз, 2 жас бақытты болсын. Тек қана жақсылық болсын. Сәулен орында бір тамаша ән деген сияқты ғой. Келіңіздер енді. Ал енді міне қош келдіңіздер. Енді біздің құдалардың үлкен әпкелері, біздің енді міне Нардай нағашы, ағасы. Дұрыс қой, иә? Тілек айтып жатсыздар. Құтты болсын, бақытты болсын. Енді қыз барған жерде бақытты болу керек. Қыз деген жай ғана бұл әулетке келген жоқ. Бүкіл ауылдың, бүкіл әулеттің абыройын алып келді. Енді міне атасы, міне енесі, Құдайға шүкір, жақсы, текті, өскен, өнген, бұл кісілер оқыған, тоқыған деген сияқты көздері ашық, көкірегі ояу. Енді қызындай жақсы көресіз, келіндей жақсы көресіз бе, қалай жақсы көресіз? Айтып қояйық та? Қызымдай Алла берсін. Қызындай болса түскейден жоқтайды онда. Келіндей жақсы көрем, қызымдай жақсы көрем, келіндей жұмсайын деп қойыңыздар, иә. Енді рұқсат болса осы құдақшылармен бір билейтін бір ер азаматтар болса өзіміз жақтан бір жақсылап тұрып бір ортаға билеп алайық. Жана Саят мырзаны шақырайық ортаға. Сәке, жүзіңді ашып ал, қазір екінші дастархан саған оңай болады деп. Hey, 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 hey,
рахмет. Ой, молодец. Күшті бәсе. Бағанадан бері әрең отыр екенсіздер ғой. Ал, келіңіздер, жайғасыңыздар, төрлетіңіздер, өрлетіңіздер. Мына енді киелі Найман елінің келіні деп жатыр. Бөтен емес, Құдайға шүкір. Иә, Найманның көбетіп отырған біздің мына құдашамызға үлкен құрмет деп айтамыз ба? Ал, келіңіздер, дастарханға жайғасайық. Енді Бәдеш мырза мен Сәуле ханымды ортаға шақырайын. Бері қарай жақындаңыздар. Нұрлана берсін, қора толған мал болсын. Бүгінгі бірле тойларыңыз той қыласып, балаларыңыз бақытты болсын деп қояқ. Құданың аты кім? Ғалымжан. Кім? Құдағидың аты? Гүлнұр. Гүл. Ал енді сіз құдаңызды, сіз құдағиыңыз билетіп алып шығасыздар. Сіздер дайын отырыңыздар. Сонымен бірінші Гүлнұр құдағиды дәке өзін билетіп алып шық енді. Ал, молодец, міне қандай керемет, құдамызда жас, құдағида жас, тені-мен, тезеген осы жақындаңыздар. Ал енді екі құда бірге тұрыңыздар, бірден төс қақсы болайық, келіңіздер, жақын тұрыңыздар. Енді дұрыс па, құдалар төстік жегеннен кейін бір төс қақыстырып, ырымын жасайық, келістік па, дұрыс па? Ал дәке, бір емес ендей опыт бар, екінші құданмен төс қақыстырайын деп тұрсын. Бірінші құдан қандай болды, төсін білесіз, екінші құданың құшағын көр, енді қандай екен көресіз деп қоя. Ал, төс қақыстыру құда манжылдық. Қошемет қайда? Шапалақ қайда? Рахмет. Бірінші құданды көтеріп едім, екінші құданды көтермедім жода. Жібер қайда, қошемет қайда? Жібер маэстро. Опа! Біреу! Екеу! Кім қанша көтереді, сонша немере сүйеді. Ал жібер. Рахмет. Рахмет. Оны балалар шешеді деп екі құда тұр ғой, міне келіңіздер. Ал енді құдағидай сіздер бір-біріңізге қарап қойыңыздар. Сіздер бет, күлімдеп, бет сүйістіріп қойыңыздар, иә? Қошемет қояйық. Болсын мың жылдық, күйеу болсын 100 жылдық, бақта құстар сайрасын, жан-жады. Болды, қайта-қайта қысып, мойыннан қысып, не жасап жатсың, кешіңдірді. Құшақташ, жібермеш. Бәр пәленің бәрі осыдан шығады, осылардан шығады. Сой құшақташ, жібермеш, немені жібермеш. Құдағи, өткенде сіз Таразға келдіңіздер ғой, сол кезде айтайын деп едім, бір нәрсе. Айтайын деп едім, айтпай қалдым. Естіп тұрсыз ба? Болды. Сол кезде айтамын дептім бір нәрсе. Ал енді құда келіңіз, Ғалымжан құда. Енді осындай әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Енді білесіздер, қыздың бүкіл абыройы, бүкіл тәрбиесі әкенің мойнына аманат. Қыз баланың бүкіл айтқанда осының тілеуін тілеп, осы қыздың тілеуін тілеп келген, міне Ғалымжан өзінің әкелік парызын өтеп жатыр. Құдайға шүкір, Алланың разылығына бөлене бер. Ал енді бір тілегіңізді айта қойыңыз. Ал армысыздар, құдалыққа жиналған қауым, құда-құдағилар. Мына 2 жас бәрімізді бас қосып отқанымыз осы 2 жастың арқасы ғой. Осы Әсел қызымыз бен Нұрсұлтан баламыз бақытты болсын. Өмірде небір белестер бар ғой. Сол белестің бәрін екеуі жұмыла болып, бір жұдырықтай болып, соның бәрін аман есен өтіп шықсын. Екеуіне бақыт тілеймін, үбірлі-шүбірлі болсын деймін. Енді күйеу 100 жылдық деп атады ғой. Күйеу 100 жылдық болса, мына құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Биыл енді құдалыққа кеп тұрсақ, келесі жылы Шілдеғанаға келейік дегендей. Әрдайымда шаңырақтарыңызда қуаныш бола берсін. Соны сіздермен бөлісіп біз жүре берейік.
Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Бүгін Нұрсұлтан мен Айсел шаңырақ көтеріп жатыр екен. Екеуі бақытты болсын. Тіккен шаңырақтар берік болсын. Әрқашанда екі ортаны жақсылыққа шауып келіп жүре берсін. Сол бақытты болсын ең бастысы. Бәрекелді, рахмет құда-құдағи. Мынау енді шынында да қадамдарыңызға нұр жаусын. Құдаң құрдасыңдай болсын, құдағың сырласындай болсын дейді екен. Мінекей, міне сондықтан да міне құданы құдай қосады, үйір басқан ноқта қосады демекші. Мінекей құдай қосып, балалардың арқасында құда болып жатқан жайымыз бар. Ендеше құдалығымыз жанында 1000 жылдық, құда болсын 1000 жылдық, күйеу болсын 100 жылдық, бақытпенен, шаттықпен өте берсін, күн жылжып дейді ғой. Сондықтан да бақыттың базарында, Алланың назарында осы жақсы айда, жақсы күнде тілеген тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын, оның барлығы кәміл болсын, екеуінің махаббаттары бір-біріне деген әділ болсын. Той-той қыласын. Рахмет. Тағы да сәлеметсіздер ме, құрметті туған туысқандар. Жап жана судай жана құдағылағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Алланың қолдауымен басымыз тек қана өсіп жақсылықта қосыла берсін. Алла тағала баршамызды тілінен көзінен сақтап, осы қасиетті Рамазан айындағы бүгінгі Наурыз күнгі тілеген ақ тілеулеріңіз бәрін Алла тағала қабыл етсін. Олыс он болсын деп қой, мал болсын, қайда болса жол болсын деп қояйық. Ал енді құтты болсын, берекесін берсін. Енді осы қуаныш той болады деп енді шынында керек. Күндіз демей, түн демей бала болғаннан кейін баланың үйлендіру, оны үй қылу ата-ананың парызы. Парыздарыңыздан орындап жатсыздар. Енді қош келдіңіз. Бір атам Каспий банкке барыпты, енді немерен тойын өзім жасап берейін деп апам сияқты. Содан жаңағы Каспий банкте қыз айтыпты, апа кредит алайын деп едіңіз депті, алайын деп едім, бір 5 миллион кредит керек депті. Сөйтіп атама қарап тұрып айтыпты, жасыңыз қанша деп 75-ге келіп қалды деген ғой. Енді 75-ге келген атаға пенсия кредит бермейді, жарайды көңілін жұқпайын депті де, қанша жылға депті. Сөйтіп адам айтады дейді ғой, 1000 жылға депті. Неғып жылға десе, құда 1000 жылдық деп айтады дейді ғой. Сол енді 1000 жылдық болыңыздар. Алла нәсіп етсе, бай қуатты болыңыздар деп қояйық. Ал енді бір тамаша ән болсын. Өзіміздің мына Ерекенің орындауында бір тамаша ән. Бағанадан бері секіріп билеңіздер, енді ырғарып билеңіздер. Өзіңіздің құдағиыңызбен, сіз өзіңіздің құдағиыңызбен билеңіздер. Ал, Ереке, жібер. Енді оңтүстіктен келіп жатқан Шымкент келіп жатқан кісілер бар. Қазақтың екінші шәмшісі, есте қалатын естендердің авторы Ержан Серікбаевтың әндерінен бір үзінді болсын ағайын, қабыл алыңыздар. Той құтты болсын дейік. Тойларыңыз той қоласын ағайын. Астарыңыздан, дәмдеріңізден алып отырыңыздар. Жібер. Ал, құда-құдағилар, бір тамаша би болсын істеді. Тамаша бір валис болсын қанекей. Құда болып, құдағи болып бір жарасып береңіздер. Қадырлағай қосылып отырыңыздар. Асылым менің аяулы айым, ләззат алатын қараған сайын, жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын. Жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын. Бүкіл әлем толқырады сен үшін, ән салады бұлбұлдарым сен үшін. Жүрегімде жыр тұнады сен үшін, сен үшін жаным сен үшін, сен үшін. Қиялдарға самғадым мен сен үшін, өмірімді арнадым мен сен үшін, сен үшін жаным сен үшін. Сен үшін түрлі таң атқандай, гүл сезім бір үшін жарып жатқандай, көңілде әнім мөлдір бұлақ болып, сен үшін ғана ағып жатқандай, көңілде әнім мөлдір бұлақ болып, сен үшін
ғана ағып жатқандай бүкіл әлем толқырады сен үшін ән салады бұлбұлдарым сен үшін жүрегімде жыр тұнады сен үшін жаным сен үшін қиялдарға самғадым мен сен үшін өмірімді арнадым мен сен үшін жаным сен үшін Zaman есіп жатқандай сен үшін бұлттар көшіп жатқандай жұлдыздар көкте сен үшін жаным сен үшін ғана өшіп жатқандай жұлдыздар көкте сен үшін жаным сен үшін ғана өшіп жатқандай бүкіл әлем жүрегімде жыр тұнады сен үшін жаным сен үшін әсем гүлді таңдадым мен сен үшін қиялдарға самғадым мен сен үшін өмірімді арнадым мен сен үшін жаным сен үшін Рахмет ағайын, қос соққандарға рахмет, бәрекелді. Ал енді қуаныш құтты болсын, Әрке Шәке, жалғастырайық. Ай, бәрекелді, рахмет. Ереке, өнерін өрге басып жүре берсін, жастықты бере берсін. Ал енді көңіл күйлерің жақсы ма? Құдалар ішіп жебеңіздер. Енді рұқсат болса, құдалар дастарханнан тұрады, өздеріңізді алып келген ырымдарыңыз бар шығар, соны ашайық. Осы жерде ашайық, ашатынды ашайық, шашатынды шашайық. Әумин деп ас қайрайық, тоқтаңыздар, бірақ тұрамыз. Бізде енді құда кетпеңіз, ас қайрамыз, кетпеңіз. Енді рұқсат болса, енді кішкене уақытқа тығыз байланысты біздерді кешіріп қойыңыздар. Біз де үлкен тойға кетіп бара жатырмыз. Енді қалған қуанышты осы өнерде жүрген өзіміздің досымыз Сәкен мырзаны бір орнынан тұрғызып қояйық. Сәке, Алла нәсіп етсе, жігіттердің төресі, үлкен мұхит кемесі, асабаның арланы, жігіттердің тарланы домбырамен билетіп, гитарамен билетіп, екінші дастарханның гүлін келтіреді деген ойдамыз деп қояйық. Ал енді құда, әумин деп бір ас қайырып жіберіңіз. Құда өзі қайырады. Болды, ағаңыз ба? Әумин. Ал, дастарханға береке берсін. Осы екі жас бізге себепкер болып отыр ғой, екі жас бақытты болсын. Қазір үлкен тойда одан ары жүре берейік. Әумин. Ал енді тойларыңыз жақсы өтсін. Бұйырса үлгеріп жатсақ, тойға келе жатармыз. Ал енді мына жақтан бері қарай алып, әлі билейсіздер мына жақта. Мына жерде біздің кішкене тоғызымыз бар енді. Аз болса да көпте көріңіздер. Мынау бірінші не дейді? Нағашының жолын үлкен дейді қазақта. Нағашыларға мынау. Нағашының тоғызы. Кімге берем? Мынандай нағашы. Екінші мынау ағайын тоғызымыз. Ағайын тоғызы кім алады? Ашқан. Мынау бетіндегі ашқаны. Көрсетейін енді. Міне нағашының басы костюм шалбар. Мына қазақша желектілеріміз. Нәқта маталады. Несі?
мынау үй тоғызымыз. Әже бар деп еді. Сәлім апайға берсін. Әжені. Әжені? Әжемді шамадымен орамалы әкеліс мына жерде. Мынау күміс білезігі. Әжеге. Орамалы берді. Мына құдағи. Өткенде біз құдағыға жағалы киіз жібергенбіз. Бұл енді мынау тұрақлары тұрдаш. Құр болып келмейді деп. Қазіргі наурыз мерекеңізбен рахмет. Үстіңізде тұрсын, жақсылыққа келіңіз. Үш жерде бере салай. Алтын сақинамыз. Құдағиыңыздың сәлем беріңіз. Барлықтарыңызға жақсы болсын. Жақсылыққа келіңіз. Мына жерде мына құдаға курткамыз. Мына үйдегі бала, құда балаға. Келіншегіне жастықтан тұтқаныз. Мына жерде орамал жаңа ашқанға беріңіз. Мынау Нұрсұлтанмен Әселге ішінде курткасы бар. Мынау құдашаға. Құдашаға. Мынау құдағи келін қолыңызда. Мынау сауды кеңесіне. Бұдан кейін мынау достар тоғызы. Көрші тоғызға. Қолға көрсек ме? Енді мына жерде мұны ғой, мұнда тоғыз. Кім? Ашып науда. Нақырып тоғыз өзіңізге. Нақырып тоғызымыз. Мына тоғыз. Жақыңыз жерге қоймай қойын, я? Өздеріңіз. Мынау жаңа ашқандарға мата. Ала берсеңші. Ала берсеңші. Мынау екі. Басқа Konuşunca bu gelir. Mayıslar var mı? 아,
Енді қыз жақ іліп әкелмейді ғой, бала жақ қызға апарып беріп, сізге жүзде ондай жоқ, сіңген әкелмеді. Сала берейін. Тек аразды алып келеді ілуді, міне. Сіз жақта жоқ сіңген бұл. Міне, ол бесеуіне міне. Базардың еш жоқ, бәрі Қараңғысы енді, қараң. Жинап қойшы ғой. Бәрі қолмен пісіріліп, дайындалған. Ана ауыр абайлар. Біз нан бір күн бұрын пісірілді да, неден шыққан? Ашық еш, ашық да нанды ашық таратсаңыздар болады. Фрукты, калинамызды. Салима бесеуіне көкем мынау кардина неміздің ашқан макасын өзіңіз таратып береміз. Саған көндіріп әкелейін. Мынаны маған енді бар ғой, шақ-шақ қыздарға бөліп ол негізі керемет жаным көрінеді. Қыздар, бағаны беріп қойды. Мынаны бөліп берші сәтелерге. Көке. Қатыносымен өзіңге дейінші өзің жарайды. Бірақ сауға бесеуіне жүрсі осы қатыносқана нені бесеу ғой? Бес қой. Құдағи, Нұрсұлтан нағашы апасы бар екен ғой? Нағашы апасы. Мынаны кім сұрап отыр? Артыңызға қоямын. Сен құдалықтарыңызда маған жоқ, қарызға жоқ болсын. Онда да мұны футбол келмейді деп, құдамызға жағалы келді. Болды енді, шаттан көптіңізден Құдағи келіңіз, апай сізге де жағалымыз бар. Құдағи, норка жағалы сырт киіміз сізге. Тұрған. Тоқсан сен кіміңді тұр менде? Мен кімі? Құда баланыкі Нұрсұлтан інісіне. Ал қойдым, не?
Құда баланың келіншегіне тренч, қазіргі модный. Рахмет. Құдашар тренчі. Ол клиенті біздікі. Ал кімнің Әселдің бүкіл техникасын әкесі алып қойды. Бәрі дайын, міне үй алдық деген кезде әкесі өзі апарып береді. Холодильнигі, телевизоры, керек техникасын бәрі өткенде Нұрсұлтанмен Әсел келіп көріп кетті. Бәрі дайын. Жаңағы алтын нелері бар, оны енді тойда таға жатармыз. Сол енді аз да болса да көптей көріңіздер. Мұстапай сөз сізге. Мынаны көрмейміз. Хотя бір ана кішірек тұрыпсыз ғой ғана үлкеннің бөлек. Қайтесің оның бәрін үйге апарып? Маған бір пакет ашыңдар. Маған бөліп бер десеңдер, теңдей бөліп береді. Қаптан бөліп жатыр. Етпей қап шақпен Güzel, şakırdınız mı? Kim şakırdınız? Size bir arkadaşlar yani kip kadar ye. Bu yana. Senin boş komik iş. Var öyle. Bak, daha iyi yine var edesin. Bir büyüğün жақсы көрем. Маған салсыншы. Құлай кіріспек деп айбет дегенде бөліп жақсы көреміз. Красивый, какой свежий. Ой, ну так енді орталарымызда арба жүрсін, дорба жүрсін. Класста болып, құдақта болып, кішкене танып жатырмыз. Құдағиына жүмейміз.
баламыздың өсіріп, біреуге дайындап беріп өкпеңіз жоқ, өкпелемеңіз, әлі талай жақсылықтар қолыңызда болады. Ертең тұрған ештеме жоқ. Амандық болса енді өмір ғой. Екі жақтан біз деп айтып жатсыздар, онда тұрған бізге уже бала сияқты біз уже ұмытып кеттік. Уже білмейміз бәріміз, аралас жүреміз. Тойларыңыз тойға ұлассын. Оңай емес, анау алыстан біріңіз жамбылдан, біріңіз Түлкібастан келіп жатсыздар. Өткенде қыстың қырауында кімнің үйінде өте күшті күттіңіздер. Борандатып, дастархандарыңыз әрқашан тойға жиналсын. Өте қуаныштым, ішімізде жылу. Кішкене бізден ренч өкпеленкіріп қалмапамыз, көп кешірім сұраймыз енді. Негізі біздің шығыста заң басқа, сіздерде заң басқа, бірақ енді оңтүстіктің заңымен бардық деп ойлаймыз. Енді Сәуле айтып жатыр ғой, оңтүстікте жүк әкеледі, киім әкеледі, оның іштемесі керек жоқ деп айтты. Әлі студент, ертең Құдай қаласа үй алады, сол кезден бастап ары қарай өздері тұрып кететін жағдайда деген жағдай. Енді балалардың екеуіне араласпаймыз ешқайсымыз. Осымен риза боласыздар. Тойға аласың. Екеуі аман есен тұрып кетсе, одан басқа шыққандай ештеме жоқ. Біздікі келу, көңіл бөлісу, кішкене той болғаннан кейін түсінісіп жатармыз деп көшеде көргенде амандасу. Аман болыңыздар. Рахмет сіздерге. Өте керемет. Екі жақта өте керемет әкелді. Қалай кішкене Қуысыден құр шықпа деді ғой. Мынау сіздердің еркектеріңізге, е? Орамал тон болмай. Орамал тон бойын жол бар. Жоқ, бұл қазір беріп. Бұл ағылшын. Бесен ол сіздер жақсы. Бағасын. Бұл ана. Құдағилар, сіздер көшеден қол шықпасыңыз. Көнген, ал енді құдағилардың ырымын тағы тойдың үстінде тағы жасаймыз, е? Ырымдарыңыз бүтін осымен болды ғой, енді олай болса, құрметті құдағилар, дастарханды жайғасақ та шайдан үстейік. Одан кейін шай өйткені уақыт. Ben sizleri kokluyorum neyse. Bakın ayıklar, çay mayak koysak. Söyleydi. Oğlan ruhsat edin aksları verse, çok otursunuz oturasınlar. Vakıtta hastaneler giyim avusturlar. Şey oturatırımızlar. Al bunu da değil. Алғасыздар құдағилар, бүгін екі баланың тойы, екі елдің басын қосып отыр. Екі бала бақытты болсын, елдері сау болып, шаңырақтары биік болсын. Не айтам енді? Осы балаларыңыз жылдық болсын, күйеу бала жылдық болсын, жолыңыз ақ болып. О жақта сіздер аман болыңыздар, бұл жақта біз аман болып, тойымыз бүгін аман есен осы наурыз айында еске қалатын бұл тек қуаныш, думан тойға келетін болайық. Ортамыз ортаймас. Баталға кір болмайды. Атаймен атсайық отыр бар. Мына екі жақ бақытты болсын, еш уақытта жаманшылық көрмесін. Әмин. Дастархандары кең болсын. Әмин. Мынау жаңа құдағидың әкесі мен шешесіне әйтеуір рахатын тегізсе болды. Әмин. Мына жақта біз аман болайық. Біз аман болайық. Бақытты болсын екі жақ. Екі шай дайын ет. Жоқ,